Илким ауруханадан шыққаннан кейін үйіне келіп отбасымен әңгіме айтып отырады. Зейнеп болса Серхаттың кешегі ісіне іштей қапаланып отырады. Серхат пен Илким әңгіме айтып отырған кезде арғы бөлмеден Хаял келеді. Илкимге телефонын береді. Біреу қоңырау шалып жатыр дейді. Илким болса, анам болса тұтқаны көтермеймін деп ренжиді. Хаял Ойко деген досың звондап жатыр деп айтады. Илким сол сәтте анамыз біз тұмауратып қалғанның өзіне күніне 100 рет хабарласушы еді деп іштей қапаланып тұрады. Содан соң Серхат қыздарына біз Зейнеп әпкең екеуміздің сыртта шаруамыз бар деп айтып жатқанда, Зейнеп Серхатқа қарап бізде ешқандай шаруа жоқ сыртта тындыратын деп айтып жатады. Әкең сендердің жандарыңда қалсын, Илким саған қарайласын деп айтып жатқанда, Серхат Зейнепке қарап біздің шаруамыз бар, біз оны көлікте отырып талқылаймыз, жүр кеттік деп Зейнепті алып шығып кетеді. Ал қыздар екеуінің әңгімелесіп қырылып отқандарына күліп отырады. Зейнеп те қыздарға сәл ғана жымиып Серхаттың артынан шығады, іштей бұрқылдап бір нәрселерді айтып бара жатады. Түләй әдеттегідей Бирактың үйіне келеді. Түләй есікті ашып жатқанда артынан Азыра да жетіп келеді. Артына қараған Түләй Азыраны көріп, сен істеп жүрсің деп айтады. Сол сәтте Азыра, мен Биракпен сөйлесуім керек, маған тез арада Биракты шақырып берші деп айтады. Азыраға осы жерде күт, мен бірінші көріп келейін. Бирак ханым ұйқысынан тұрды ма жоқ па көрейін деп әр бөлмені қарап келеді. Жоғарғы этажға шығып бөлмесіне барғанда Бирак бөлмесінде жоқ болып шығады. Төсегі де сол күйі тұрған болып шығады. Сосын астына түсіп Азыраға үйде Бирак ханым жоқ екен деп айтады. Азыра онда мен келді деп айта сал Биракқа деп айтады да өзі кетіп қалады. Түләй заттарын қоя салып, Бирактың су ішкен ыдысын орнына қоймағанына бұлданып, ыдыс жуғыш машинкаға ыдысын салып жатады және ас үйді ретке келтіріп жатады. Пышақтар орнында тұрмағанын көріп, пышақтарды орнына қойған кезде Түләй бір нәрсені байқап қалады және іштей бір нәрседен күдіктенгендей болады. Бұл жерде бір пышақ жоқ қой деп өзімен өзі сөйлесіп, Түләй бір нәрселерді ойлап тұрады. Іштей бір нәрсе сезгендей болса да, Түләй өз жұмысын ары қарай жалғастырып кетеді. Ал Серхат болса, Зейнепті көлік сататын жерге алып келеді. Зейнепке бір көлікті көрсетеді және Зейнеп айтады, сіз неге ана көлігіңізді ауыстырайын деп жатырсыз? Ол көлікте екеуміздің көп естелігіміз бар ғой. Сіз мені алғаш рет сол көлікпен қаққансыз деп жынданып тұрады, бірақ әзілдеп тұрады. Сол кезде Серхат көліктен шығып, ештеңе етпейді, сен де бұл көлікпен мені қағасың, содан кейін екеуміздің тағы бір естелігіміз пайда болады деп айтады. Көлік сататын менеджер көліктің кілтін Зейнепке беріп жатқанда, Зейнеп мен мұны алмаймын деп айтады. Көлік сататын жердің менеджері, мен онда сіздерді жайларыңызға қалдырайын деп өзі ары қарай кетіп қалады. Зейнеп Серхатқа, мен бұл көлікті ала алмаймын, мен өз шаруаларымды автобуспен жүріп те шеше аламын, маған керек емес деп айтады. Мен көлікті алмаймын деп қысқа ғана қайырады. Жарайды, сен бұл көлікті алмасаң да осы жерде тұрады, мүмкін ойыңнан қайтарсың деп Серхат пен Зейнеп көлік сататын жерден шығып кетеді. Бірақ есіңде болсын, бұл сенің көлігің деп айтады. Азыра жұмыс істейтін кофеханаға Джихан келеді. Оған Эбру көрсеткен еді бұл жерде істейтінін. Оны көрген Азыра сілейіп қатып қалады. Джихан ішке қарай кіреді де Азыраның жанына жақындап амандасып жатқанда, Азыра, сен бұл жерде не істеп жүрсің деп ашуланады. Мен осы жерде таңғы асымды ішкім келді, сен қарсы емес шығарсың деп Джихан Азыраға сөзбен тиіседі. Азыра Джиханға, мені жайыма қалдыр, бұл жерден кет деп айтады. Сонда Джихан, мен клиентпін, сен жұмыс істеушісің, демек менің айтқанымды істейсің деп айтады. Азыра да көндігіп барып американо кофесін жасатып жатады. Ал Джихан болса Азыраға махаббат көздерімен тесіліп қарап тұрады. Азыра болса Джиханға жиіркене қарап тұрады. Сол сәтте кофені алып келген кезде Джихан Азыраның қолынан ұстап алады. Оны кофеханаға кіріп келе жатқан Мустафа көріп, Джиханның жағасына тарпа басталады. Сосын Джихан кофе басшылығына, енді бұл жерге келмеспін деп ақшасын лақтырады да кетіп қалады. Сол кезде кофе басшылығы Азыраға қарап, бұл сенің жігітің бе?
мен мұндай адамдарды бұл жерден көргім келмейді. Дереу бұл адамға кетте деп айтқан кезде Мұстафа жынданып тұрады да кофе басшылығына қарай атылады. Сол сәтте кофе басшылығы Азыраға маған бұндай жағдайлар керек емес. Дереу киімдеріңді жина да ақшаңды ал да кет деп айтады. Ал Беррақ болса кешегі шаққан ыдыстарының арасында өзімен өзі жынданып жылап отырады. Сол сәтте ойына асүйдегі пышақ түседі. Асүйдегі пышақты ала салады да ол дереу жүгіріп барып қамап кеткен терезелерді ашуға тырысады. Бірақ оған күші жетпейді. Ол жынданып пышақты алып жүгіріп барып кіреберіс есікке және басқа бөлмелердің есігін ашып көруге тырысады, бірақ күші жетпейді. Сонымен әлі бітіп пышақты жерге лақтырады да Беррақ жынданып жылап жерге қарай отырып қалады. Түләй әдеттегідей Беррактың үйінде асүйдегі жұмыстарын бітіріп жүрген кезде есіктің қоңырауы соғылады. Дереу есікті жүгіріп барып ашқанда Беррактың анасы екен. Ол Түләйға заттарымды кіргіз деп өзі қонақ бөлмеге қарай киімін шешуге кетеді. Түләй да қуанған сыңай танытып Беррактың анасының заттарын үйге зорға кіргізеді. Ол бүткіл затымен көшіп келген еді. Содан соң Беррактың анасына барады да сіз осы үйге көшіп келдіңіз бе деп қуанған сыңай танытып әңгімесін айтады. Және Беррактың анасы иә қызым анашым жаныма кел, мен қатты қиналып кеттім дегеннен келдім дейді. Бірақ өтірік айтып тұрған еді. Сосын Түләйға сұрақ қояды. Сен қызымды қашаннан бері танисың? Ажырасқаннан кейін жұмысқа тұрдың ба деп сұрағанда Түләй байқамай мен оны бұрыннан танимын деп мақтанған сыңай танытып айтып қалады. Сол сәтте ой олай емес, мен оны жақыннан бері танимын деген кезде Беррактың анасы уайымдама, мен қызымның некесіз бала туғанын бәрін білемін деп айтады. Сол кезде Түләй Кадирді де білесіз бе деп сұрақ қояды. Сосын иә білемін, айтпақшы ол қыз қайда деп сұраған кезде ол Серхаттың үйінде деп жауап береді. Кадирді айтады. Рефика өз жұмыстарын бітіруге көшеде кетіп бара жатқан кезде жанына Түләй жүгіріп келеді де Рефика ханым, сіз Беррақ ханымды көрдіңіз бе деген кезде Рефика жынданып тұрып, мен Беррактың 40 жылдық досым едім, мен оны қайдан білейін деп айтады. Содан кейін Беррақ ханым кешелі бері жоқ, оны көрсеңіз маған хабарласыңызшы деп Түләй кімге айтады? Рефикаға айтады. Және ол өз жұмыстарымен кетіп бара жатқанда Рефикаға біреу қоңырау шалады. Ол телефонын алса Зейнеп екен. Зейнеп таксиде отырып мектепке бара жатады. Және анасымен сөйлесіп кетіп бара жатады. Анасы кімге? Зейнепке айтады. Берракты Түләй сұрады. Ол кешелі бері үйінде жоқ екен. Сендер оны көрген жоқсыңдар ма дегенде Зейнеп ешнәрсе айтпай үнсіз қалады. Және Зейнеп іштей қапаланып отырып анасына былай деп айтады. Мен Кадирді тезірек өзімнің атыма жазғызып ажырасқым келеді деп айтады. Сол сәтте Рефика Зейнепке айтады. Қызым, мүмкін сендер мүлде ажыраспайтын шығарсыңдар. Ажыраспаңдар деген сияқты ақылын айтады. Сол сәтте Зейнеп көлікте үнсіз ғана қоңырауда қалады. Ал Серхат болса үйінде телефон арқылы кеңседе жүрген Жан ағасымен сөйлесіп жүреді. Оған Тибетті таптыңдар ма деп айтады. Бірақ Жан ағасы біз оны таппадық, жерге түсіп жердің астына түсіп кеткенде жоқ, үшті-күйлі жоқ деп айтады. Екеуі солай сөйлесіп жатқан кезде Серхаттың үйіне бір әйел келеді. Және ол Жан ағасына айтады. Аға жарайды, сосын хабарласамын деп телефонды қоя салады. Серхаттың үйіне Беррактың анасы келген еді. Ол Елкемді жаным менің, немерем деп құшақтап сүйіп жатқанда Елкем түсінбей қалады. Сол сәтте арғы жақтан Серхат та кіріп оған біртүрлі көзбен қарайды. Сіз кімсіз, кім боласыз деп сөйтіп Елкем апасына сұрақ қойып жатқанда мен сенің нағашы апаңмын, анаң мен туралы саған ешнәрсе айтқан жоқ па деп айтады. Мен енді сені келіп күнде көріп тұрамын деп айтып жатқанда Серхат кіреді де жоқ, сіз енді келмейсіз, бұл үйге аттап баспайсыз деп айтады.
Берак мені сендерге соншалықты жаман етіп көрсеткен бе деп айтып жатады. Сол сәтте сіз анамды кішкентай күнінен бастап тастап кеткен екенсіз деп Елкем айтып жатқанда, мен оны жағдайымды жақсарту үшін ғана тастап кеттім. Одан кейін алып кетпекші болған, бірақ әкесі бермей қойды. Тура сенің әкең сияқты деп Елкемға апасы айтып жатады. Сол сәтте Серхат жынданады да, үйімнен шығыңыз, енді бұл үйге келуші болмаңыз, менің қыздарымды сіз көруші болмайсыз деп айтады. Ал Елкем болса олардың әңгімелерін сырттай ғана бақылап отырады. Хаяль, Зейнеп, Кадир үшеуі мектептен келіп үйіне кірейін деп жатқан кезде апасы да жолдан шығып қалады және мынандай көрініске ие болады. Сосын Зейнеп бұл кім екен деп іштей ойланып тұрған кезде не болып жатыр деп Серхаттың анасы екеуі түсінбей қарап қалады. Олардың келгенін көрген Берактың анасы жүгіріп барып Хаяльдің бетінен ұстап, немерем менің жаным, қандай сұлусың, мен сені фотосуреттен көргенмін, бірақ мен сені танып тұрмын деп бетін ұстап сөйлеп жатқан кезде Хаяль түсінбей әкесіне қарап, әке бұл кім деп сұраған кезде, мен сенің нағашы апаңмын, аналарың мен туралы бірде-бір рет айтпағаныма, мен фотосуретімді бір рет болсын сендерге көрсетпегеніме дегенде Елкем, ой, Хаяль әкесіне қарап біртүрлі болып қалады. Сол кезде Серхаттың анасы, сен жауыз Берактың анасы екенсің ғой, жалмауыздар деп айтып жатады. Берактың анасы мен Серхаттың анасы біраз сөзге келісіп сөйлеп тұрған кезде, олар шекарадан шығып бара жатқан кезде Зейнеп Хаяльға, Кадирді алда үйге қарай кірші деп айтады. Олардың әңгімелерін естігендерін қаламады. Сол сәтте Берактың анасы Кадирді көріп қалады да, ай, сен Кадир ме едің? Қандай сүйкімдісің жаным-ау, мен сенің нағашы апаң боламын деп Кадирдің да бетінен ұстап, құшақтап, құшырлана, қандай сүйкімді баласың, қандай сүйкімді қызсың деп құшақтап жатады. Сол сәтте Кадир үйге кір деп Зейнеп айтады. Хаяль Кадирдің қолынан ұстап үйге қарай кіріп кетеді. Серхаттың анасы дереу Беракқа хабарласады, бірақ оның телефоны өшіп жатқаннан кейін Берак күйеуімен қыдырып жүр, жаңадан үйленгеннен кейін балайым өткізіп жүр деп Серхаттың анасы ойлап қалады. Содан кейін бір нәрсе дұрыс еместігін Зейнеп іштей сезеді, Серхаттан сұрағысы келеді. Бірақ Серхат кеше түнде Беракпен кездесті деп ойлап, Зейнеп іштей қынжылады және үйге кіріп кетеді. Ал Берак болса кешегі түннен бері оқшаулау тұрған үйде қамалып отырған еді және есікті біреу ашып жатқанын естіп қалады да, дереу жерде жатқан пышаққа жүгіріп барып, сол пышақты алып бір бұрышқа қарай тығылып қалады. Кірген сәтте пышақтап үлгерем деп ойлап қалады. Сол сәтте есікті ашып Серхат кіреді, оған азық-түлік анау-мынау алып кіреді. Берак Серхатқа тарпа басталған кезде, Серхат, бұның не істеп жатырсың деп қолынан пышақты жұлып алады. Пышақ Серхаттың қолын кесіп кеткен еді. Берак болса сора-сорасы ағып, мұрны қып-қызыл болып жылай бастайды. Сосын Серхат кімге? Беракқа сұрақ қояды, Тибет қайда дейді. Берак болса, мен Тибетті білмеймін деп айтады. Онда таңда өзіңде, мен сені Тибеттің қайда екенін айтпайынша бұл жерден шығармаймын деп Серхат кетіп қалады. Берак болса сол жерде қайтадан өзімен өзі жылап қалады. Не телефоны жоқ. Ол айта алмаймын деп айтады. Бара жатырған кезде Серхаттың хатшысы келеді және Серхат телефонын ұмытып кеткендігін Седефке айтып жатқан кезде, Седеф Серхаттың телефонын алып қалады. Оны Жан көріп қоймасын деп Седеф Жанды басқа әңгімеге бұра салады. Серхат тағы да жоқ, кеш болған еді уже. Зейнеп болса тағы бұл қайда жүр екен деп Серхатқа қоңырау шалады. Қоңырау шалған кезде телефонды Седеф алады.
Зейнеп айта бер деген кезде Седевке сен бұл телефонға жауап беруді әдетке айналдырған сияқтысың, телефонды Серхатқа бер деген кезде ол жауап бере алмайды, сөйлесе алмайды деп Седев телефонды қоя салады. Седев Серхатты іштей әлі жақсы көретін еді, өзіне қаратып алам деп ойлайды, бірақ ол ой іске аспайды. Зейнеп болса орнынан дереу тұрып кеңсеге қарай кетеді. Ибру мен Жихан залда отырған кезде Ибру шайын сораптап ішіп қалады. Сол сәтте Жихан жаман көзімен қарайды. Ибру кешірім сұрайды. Содан соң Жихан өзіңді қалай ұстап отырсың, нормально ұста деп айтады. Сосын Ибруға мен саған сыйлық алып қойдым деп айтады. Ибру қандай сыйлық алып қойдың деп қуанып отырған кезде мен саған пластикалық ота сыйлық жасамақшымын деп айтады. Сол кезде Ибрудың түрі бірден өзгереді. Не деп тұрсың, мен оған әлі дайын емеспін деп айтады. Сол сәтте Азыра да осындай менің сыйлықтарымды қабыл алмағаннан кейін мен оған суып кеткен едім дейді. Сол сәтте Ибру сыйлығыңа келістім деген сияқты түр танытады.